Сәлеметсіңдер ме балалар? Онлайн сабағымызға қош келдіңдер. Амансың ба алтын күн? Амансың ба көк аспан? Амансың ба жер ана? Амансың ба достарым? Сендерді көріп қуанам. Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің бастағалы отырған бөліміміз менің туған өлкем деп аталады. Тақырыбымыз Қазақстан менің отаным. Сабақтың мақсаты Қазақстан картасынан ірі өзен көлдерді, тауларды, өз облысыңды немесе қалаңды табуды, өз өлкеңнің көрікті жерлерін сипаттау және бейнелеуді үйренесің. Отан деген ұғымның мағынасын түсінесің. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Қаласы бар, елі жоқ, даласы бар, шөбі жоқ, мұхиты бар, суы жоқ, орманы бар, нуы жоқ, шыңдары да теп-тегіс, кең жазықтан әр түсті, шығыс пенен батысты, бар әлемді табасың, өзің таң боп қаласың. Өте тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар. Жауабы карта. Бұл балалар Қазақстанның картасы. Балалар, бұл картадағы көк, сары, жасыл, қоңыр түстер нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Картадағы көк түстер өзен көлдерді, қоңыр түс тауларды, жасыл ойпатты жазықтар, сары жазықтарды бейнелейді. Картаға көз жүгірте қарасақ, батысында Каспий, шығысында Алтай тауы жатыр. Балалар, тақтадағы суреттердің бастапқы әріптерінен сөз құрайықшы. Суретте не бейнеленген? Ол қай қалада? Дұрыс айтасыңдар. Отырар. Келесі суретте Тараз қаласындағы. Дұрыс айтасыңдар. Бұл Алматы, бұл Астана. Енді осы суреттегілердің бастапқы әріптерінен сөз құрайықшы. Қандай сөз шықты? Отан. Отан сөзін құралды. Отан деген не? Бұл сұрақтың жауабын ақын Садықбек Қангелдин ағамыздың «Бәрі менің өмірім, сен сыйлаған» деп аталатын өлеңінен іздеп көрейік. Ақын Садықбек Қангелдин өзі отаны туралы мынандай өлең жолдарын арнады. Табиғат, тіршіліксің тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа өмірім құнықтырған. Сен жарықсың, сен жерсің, сен гүлсің, сен адамсың, сен ауасың, сен анамсың, бәрі менің. Сен сыйлаған туған жерім, отаным Қазақстан. Қазақстанның көрікті әр қаласы өте әсем көрікті. Міне сондай көрікті қалаларымыздың бірі Түркістандағы 5-6 ғасырларда іргетасы қаланған екен. Түркістанның. Ал енді бұл Қазақстанның ежелгі қаласы Тараз, біздің туған жеріміз. Алматы Қазақстанның ең ірі мегаполисі. Бұл Астана қаласының көрікті жерлері, біздің отанымыздың қалалары. Сәулетті Нұр-Сұлтан қаласының сәулетті жерлері. Балалар, Қазақстан көрікті қалалары көп көрдік. Енді жеке тапсырманы орындайық. Картамен жұмыс жасаймыз. Картадан Каспий теңізін, Сарыарқа жазығын, Алтай тауларын табу сенің қолыңнан келеді. Ежелгі қалаларды және өзің тұратын аймақтарды картадан таба аласың. Берілген ұғымдардың анықтамасын сәйкестендіруді білесің.
көк түс. Бұл тау ма, жазық па, өзен, көл ме? Сары түс нені білдіреді? Қоңыр түс нені білдіреді? Міне осы анықтаманы сәйкестендіріп дәптерге жазамыз. Үйге тапсырма. Шығарма жазамыз. Менің отаным Қазақстан. Қазақстанның кез келген қаласын немесе өзенін таңдасаң да болады. Тек қана Қазақстан емес, өзің тұратын қаланы да, айналадағы өзен, көлді, тауды да суреттеп жазсаң болады. Үйге тапсырма түсінікті болар. Қош сау болыңдар.